Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Және де бүгін біз ағылшын тілінен модальді етістіктердің ары қарай тереңірек танып, және де can, could, be able to модальді етістіктерін бір-бірімен ажырататын боламыз. Ал бұл курс сіз үшін тегін, бірақ та алдында айтып өткенімдей, бұл негізі өте құнды, қымбатқа сатылатын авторлық курстардың бірі. Сондықтан да еңбегіңізді бағалап, арнаға тіркеліп, қоңырауды бассаңыз, өте қатты қуанып қаламыз. Енді біз сізден үлкен нәтиже көре алуымыз үшін арнайы дәптер бастап, бәрін жазып, және де сабақты түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Көп созбай бастайық. Біз алдында модальді етістіктерге сипаттама барлығын беріп өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымыз can, could. Енді бұл жерде біз can-дің қалай қолданатынын қарайық. Мысалы, she can dance. Ол билей алады. Біз дәл қазіргі сәтті айтып отырмыз. Ал егер де дәл осы can-ның өткен шағына қарайтын болсақ, яғни бізде алдында айтып өткендей 12 шақ бар. Және де оның бір шағы ол past simple. Өткен шақты айтқан кезде біз оны could деп can, could-қа ауысады. Осылай үнемі ол ауысып отырады. Ал present perfect-те және де past perfect-те оның ешқандай да түрлері жоқ. Сондықтан да қуанып қойсаңыздар болады. He could go to the party. Ол оған бара алар еді, кешке, бірақ та бара алмады. Ал to be able to do something, ол мысалы can деген ол негізі в целом оның қолынан келетін нәрселер болатын болса, ал to be able to do something ол дәл қазіргі сәтте немесе белгілі бір уақыт аралығында жасай алуы. Мысалға, егер де бір адам дәл сол кезде белгілі бір уақытта мысалға аяғына зақым келіп қалып, футбол ойнай алмай қалды. Дәл осы жағдайда біз not able to-ды қолданады екенбіз. Енді to be able to do something. Бұл жерде am, is, are able to do something. Бұл жерде осы үшеуінің біздің алдындағы айтқан to be көмекші етістігіміз көмекке келеді. Және де he is able to read Latin. Ол латынша оқи алады деген сөзді білдіреді. Ал he was able to get an A in exam. Ол ала алды болатын болса, яғни көрдіңіздер ме, сол уақытта ала алды. Бұл жалпы белгілі бір уақытта ғана жасай алу қабілеті. Ал present perfect-те we have never been able to do it. Біз бұны ешқашанда жасай алмаған едік. Жалпы бұған қазір бір қарап өтейік, бірақ та болашақта бұның барлығына тағы тоқталамыз. Себебі біз әлі менің программамда present perfect пен past perfect өтпедік. Ал алдыңғы сабақтарда оны өтетін боламыз. She had never been able to cook fish before she started attending cooking classes. Ол ешқашанда балықты пісіре алудың қолына келмеп еді, пока ол кулинариядан сабақтар алмағанша. Міне. Одан кейінгі бізде future simple бар, және future perfect бар. Бұл жерде де дәл солай мына жерде керек жоқ. Ал future simple-да именно able to do something ол болашақта айта аламыз. Көрдіңіздер ме, біз can мен тек қана тура осы шақта және де could пен өткен шақта айтатын болсақ, бұл жерде able to do something мен болашақты да айта алады екенбіз. Жалпы көптеген осындай шақтардың барлығында қолдана аламыз. Мысалы, she will be able to finish the article earlier if you provide her with the photos. Ол өзінің мақаласын ертерек біте алады, егер де сіз оған дұрыс уақытта фотоларды беретін болсаңыз дейді. Сонымен қатар, мұнда future perfect-те she will have been able to speak English well by the time you came back from abroad. Сен келетін уақытта шетелден ол ағылшынша жақсы сөйлеп кете алады деген мағынада айтылған. Енді мен айтқым мұнда тағы да айтатыным, модальді етістіктер тек қана іс-әрекет емес, сөйлеушінің оған іс-әрекетке деген көзқарасын білдіреді, оның бағасын білдіреді. Сондықтан да біз can-ді дәл осы шақта, could өткен шақта қолданылады. Осындай бізде мысалдар бар, және де енді can мен could-дің
ол көп функционалды етістік, оның жалпы өткен шақта осы шақта қолданатынын біз білдік. Енді оны біз қалай қолдана аламыз? Ол көп функционалды етістік, ол көптеген жағдайларда қолданылады. Мысалы, біз кенді уақыт аралығында қазір болатын болса, онда бір нәрсенің мүмкін екендігін білдіру үшін қолдана аламыз. Немесе қабілеттілік, мысалы, мүмкін. It can be so, ол солай бола алады. Немесе қабілеттілік, немесе I can ride a bike, мен велосипед те боламын. Рұқсат, you can, мысалға, you can sing. Кірсең, ән айтсаң болады, мысалға. You can't, болмайды. Тыйым салу сұрау. Can I do something? Бірдеңе істесем бола ма? Бірдеңе істеуді. Can you make this? Болжам. It can be so. Түрлі көп нәрселер. Және де болды, ол ықтималдылық, вероятность дейміз ғой, сұрау, бірдеңе істеуді ұсыну, сын. Ал өткен шақта біз бұларды сұрау, could I деген тек қана қолданылады. Қашан? Бір вежливый кезде, яғни әдепті сақтаған кезде қолданыла алады. Ал мүмкіндік, it could be so, кейде қолданылуы да мүмкін, бірақ та біз дәл қазір кәнге айтып жатқандықтан да ол үнемі мүмкін бола бермейді. Ал болашақта әлбетте біз дәл will'ды қолданып жасамасақ та мағына соны білдіреді, бірақ та дәл өткен шақта мүмкін дегенді біз ешқандай да қолдана алмайды екенбіз. Ал болуы мүмкін, тыйым салу, it couldn't be, болжам, ол сын, немесе рұқсат, yes you could, тағы да басқаның барлығын біз білдіре аламыз. Болашақ туралы айтқанда да дәл солай. Енді тағы да айтқым келетіні, біз жаңа ғана айттық қой, to be able to do something-ның өткен тура шақтағы түрін, ал одан кейінгі оның not қосылған, яғни алдынан айтып жүрген негативная формасын біз оны қалай айтаймыз? Біз оны to be unable to do something. An деген жұрнақ, ол бізде оған қарама қарсы деген білдіреді. Немесе ол to be not able to do something да тура сонымен тең. Мысалы, he is unable to understand what she is asking him to do. Ол қазір оның не істеу керегін сұрап тұрғанын түсіндіре алуға қабілетсіз. Міне осылай айтсақ болады. Енді біз жаңа айттық, енді тереңірек тоқталайық. Can мен could'тың сөйлемдегі басты функциялары қандай? Бұның бірінші функциясына мынау жатады. Орысша айтқан оңайырақ деп сіздерге білдім, себебі қазір бәрі көп сондай ғой. Мысалға, умственная или физическая способность что-то делать. Өте оңай, мен сөйлей аламын, мен ән айта аламын, мен ағылшын тілін жетік білемін. Mary can speak 4 foreign languages. Mary 4 тілде еркін сөйлей алады. He can't even say a word in English. Ол тіпті ағылшынша бір сөзді айта алмайды. Одан кейін вероятность және де возможность, яғни бір нәрсенің ықтималдылығы және де мүмкін болуы. Біз can-ді қолданамыз егерде бір нәрсе үлкен ықтималдылықпен болатын болса, ал could азырақ. Мысалы, can ол үлкен ықтималдылық, ал could ол өте аз ықтималдылық болғанда. Мысалы, we can meet you at the station when you arrive. Біз сені станцияға келгенде күтіп ала аламыз. Сол жерден кездесе аламыз дейді. Ал I could be a little late. Возможно, я немного опоздаю дейді. Яғни, мен кішкене кешігуім мүмкін, бірақ та мен вообще одан да қатты көп кешігуім мүмкін. Ол немного, негізі аз ғана дегеніміз ол өтірік болуы мүмкін. Яғни, вероятность аз, олай, оның дұрыс болуы. Түсінікті ғой, Яғни, could деген тек қана өткен шақ емес, осындай ықтималдылық кезінде де қолданады екен. Әрі біз can-ның егерде отрицательный деп айтамыз, яғни негативный формасын айтатын болсақ, онда бұл жерде can-ға cannot деп қосылады. Бірақ та біз мынадай can деген түрлерін ешқашанда эсседе немесе бір формалды
формалды шығармаларда қолданбаймыз. Егер де ол бір нәрсе ешқандай да мүмкін емес кезде қолданады екенбіз. There can't be many people in the world who don't use smartphones. Бұл әлемде не может быть, что в мире было много людей, которые не используют смартфоны. Бұл әлемде телефонды қолданбайтын адамдардың көп болуы мүмкін емес дейді. A film by this director can't be thought-provoking. Бұл режиссермен түсірілген фильм ешқашанда бір адамды ойланатындай болуы мүмкін емес дейді. Мүмкін емес. Can't болатын болса, оның осындай қасиеті бар, яғни мүмкін емес. Әрі біз can't немесе couldn't have done деген сөзді қараңыздар. Can't have done or couldn't have done. Біз бір нәрсе точно дейді ғой, тура өткен шақта болмайтынына 100% сенімді болатын болсақ, ол 100% өткен шақта бола алмайды. She can't have locked the door because I took the only key. Не может быть, чтобы она заперла дверь. Я взял единственный ключ. Ол өткен шақта есікті құлыптауы мүмкін емес. Себебі ол кілт менде ғой, мен бірақ кілтті алған болатынмын. Ал одан кейінгісі белгілі бір нәрсеге рұқсат беру немесе рұқсат бермеу. Мысалға, мұнда can и could деген екеуі де бір нәрседе рұқсат сұрау үшін қолданыла алады. Бірақ та сонда да could формалды түрде әрі әдепті түрде естіледі. Ал тек қана жауапта біз осындай жауапқа тек қана can-мен ғана жауап бере аламыз. You could деп айтуға ол дұрыс емес. Дұрыс болмайды да ол. Yes, you could деп айтуымыз былай бірден көздеріңізге миға сигнал жіберу үшін де бүйтіп айтып қояйын. You could дұрыс емес. Not true. Мысалға, can I use your dictionary? No, you can't. Сенің сөздігіңмен қолдансам бола ма? Жоқ, болмайды. Ал мен саған бірдеңе айтсам бола ма? Yes, you can. Could I say something? Yes, I can. Міне, одан кейінгісі бір нәрседен өтінген кезде, бұл өтініш пен рұқсаттың айырмашылығын біз білеміз, иә? В этом случае could более вежливая форма дейді. Яғни could әрдайым әдепті түрі. Could you show me to my room, please? Сіз мен өз комнатама дейін апара аласыз ба өтініш? Can you lend me your notes? Сен маған өзің конспектеріңді бере аласың ба? Және де бұл жерде айтқым келетіні do you think you could деп айту тек қана couldпен қана қолданылады. Do you think you could give me a lift? Думаешь, сможешь подбросить меня? Түсінікті, иә? Одан кейін бізде бір нәрсеге шақыру немесе бір нәрсеге ұсыныс тастау болатын кезде қолдансақ болады. Егер де бірінші орысша оқып алайық, если хочется предложить кому-то пойти в кино или пригласить прогуляться по парку, можно использовать как can, так и could. В вопросительных предложениях используется только can. Мысалға, егер де сіз біреуді паркке шақырғыңыз келетін болса, онда біз can'ді да және де could'ты да қолдана аламыз. Ал сұраулы сөйлемдерде тек қана can қолданылады. Мысалы, we could go on a bus tour. Біз автобус турына бара алар едік, бірақ біз бармадық. Ал we can go shopping. Біз бара аламыз магазиндерге аралап. Can I help you? Мен саған көмектессем бола ма? Бұл жерде я могу чем-то помочь. Бірақ та көріңіздер ме, бір нәрсеге былай ұсыныс тастаған кезде ол адамға жағымды болатын кезде біз ешқандай да could'ты қолданбаймыз. Could I help you демейміз ғой. Мысалы, егер өзімізге бірдеңе рұқсат сұрасақ, оны could деп айтсақ болады. Бірақ та егер can I help you біз ол адамға жағымды нәрсе істесек, could ешқандай да қолданылмайды. Мына жерде айтып тұр ғой, тек қана сұрақтарда болса, онда ешқалайда
could қолданылмайды, тек қана can қолданылады. Одан кейінгісі, бізге егер де біреуге сын айтатын болсақ, сәл кішкене кемсіту тонында айтатын болсақ, онда қолдана алады екенбіз. Яғни, для критики чьего-либо поступка или упрека используется только глагол could. Бұл кезде can емес енді, тек қана could қолданылады екен. В прошедшем времени употребляется конструкция could have done something. Ал егер де қараңыздар, could қолданылады. Бұл жерде біреудің сынын айтқан кезде, біреудің дәл қазіргі болған сынын айтқан кезде біз could'ты қолданамыз. Ал егер де өткен шақтағы біреудің сынын айтқымыз келсе, could have done something'ді қолданады екенбіз. Мысалы, you could ask before borrowing my stuff. Ты мог бы спрашивать перед тем, как брать мои вещи. Сен менің заттарымды алмай тұрып ақ сұрасаң болар еді ғой, деп айтсақ болады. Ал бұл қазіргі кезде екінші мысалды оқып алайық. You could have warned me about his bad mood. Ты мог бы предупредить меня о его плохом настроении. Бұл жерде біз өткен шақты айтып тұрмыз. Қараңыздар. Ты мог бы спрашивать перед тем, как брать мои вещи, дейді да. Бұл жерде қазір біз көріп тұрмыз да, бір нәрсені алғанын, содан кейін мен алмай тұрып ақ сен сұрауыңа болар еді ғой деп қазіргі сәт бойынша айтып тұрмыз. Ал ты мог бы предупредить меня о его плохом настроении дейтін болсақ, онда бұл жерде мынадай нәрсе бар. Біз өткен шақтағы, өте өткен шақтағын айтып тұрмыз. Сен мені оны көрдің, енді баяғы замандағыны бұрын айтсақ болады да. Мысалға, ол кезде болды, біраз уақыт өтіп кетті, мен қайтадан оны айтып отырмын деген секілді. Өздеріңіз айырмашылығын көріп тұрсыздар деген ойдамын. Айтпақшы, мынау біздің келесі тақырыбымыздың сабағымыздың тақырыбы осындай can және де couldпен өте үнемі қолданылатын, мен алдында айтқанымдай, тек қана сөздерді емес, сөздер тіркестерін жаттаңыздар деп. Сол кезде өте оңай болады өзіңізге де, өзгеге де. Тағы да бір қарап қойсаңыз болады. Жалпы өте қызықты тақырып болды деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті болды ма? Сабақ ұнап жатыр ма? Барлығын төменге жазып кетсеңіздер, лайк бассаңыздар, өте қатты қуанып қаламыз. Және де сол бізге үлкен шабыт береді. Және де білесіздер, мен әрдайым сіздерге тақырыпты бекіту үшін описаниеде тапсырма қалдырып кететінін білесіздер. Және де өтініш айтып өтсеңіздер, сіздерге қандай тақырыптар ұнайды. Мысалға, менде мынадай ой бар да, ағылшын тілін жай ғана үйрене беру кейде миға түсініксіз болуы мүмкін. Адам өзінің нақты мақсатын білмесе, жалпы ағылшын тілін қалай тез үйренеміз, оңай үйренеміз, қалай сөздерді жаттаймыз, оны үйрену сізге қалай қызық болады, мотивациям өшіп жанып қала береді, оны не істеймін, қалай сабақ оқуым керек, қалай жалпы миымыздың потенциалын 100% қолданып, сол арқылы үлкен жетістікке жетеміз. Жалпы білесіздер ме, өте тиімді 100% суырып алып тұрып оқудың өте көптеген керемет жолдары бар. Соның барлығымен бөліскім келеді. Бірақ та егер де сіздерде белсенділік болатын болса, белсенділік болмаса енді сұрамаған адамға не дейміз, иә? Енді соңына қарай айтқым келіп тұр. Осындай сабақтарым жалғасқан қаласаңыз, біздің арнамызға тіркеліп өтініш, және де басқа адамдармен де бөлісіп өтіңіз. Өте оларға да пайдалы болмақ. Тарылмаңыз, кең болсақ кем болмаймыз дейді ғой, иә? Олай болса, сұрақтарыңыз болса жауап береміз. Сау болыңыздар. Және де бүгінгі сіздерге айтқым келіп тұрған цитата: кейін өзіңнің жасыңды сүрткенше, дәл қазір өзіңнің теріңді сүрт. Сау, аман болыңыздар.